Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханыңыздың сәнін келтіретін сәукеле нанның рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, сүт, ұн, сұйық май, су және ашытқы. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды және жылы сүтті бірден құямыз. 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қант салып араластырамыз. Сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Енді осыған жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың бір бөлігін қосамыз. Үстіне ашытқымызды салып, жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Ұнның екінші бөлігін қосамыз. Әбден осылай қамырдың иін қандырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, үстін жылы орамалмен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Сәукеле нанның формасын келтіру үшін осындай А3 форматындағы картон қағазды кулок етіп орап шығамыз және шетін бекітеміз. Артық бөлігін қиып алып тастаймыз. Осы картон қағаздың сыртын фольгамен 2 рет орап шығамыз. Және де осылай фольганы мыжғылап ортасына толтырып салып шығамыз. Міне біздің сәукеле нанның формасын жасауға арналған қалыбымыз дайын болды. Көтерілген қамырымызды алып, жақсылап жайып шығамыз. Осылай қамырдың ортасын домалақтап тесіп шығамыз. Оған сіздер қақпақты немесе қолдансаңыздар болады. Мен осындай насатканы қолдандым. Кесілген нанның барлығын алып тастаймыз. Және осы кулокты қойып, қамырмен орап шығамыз. Артық қамырды кесіп тастаймыз. Және үстіңгі жақ бөлігіндегі кішкене қамырды да алып тастайтын боламыз. Міне бізде сәукеле нан осындай болып шығу қажет. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, осы сәукелені қоя тұрамыз. Қалған қамырдан сәукеле нанды әсемдеуге кірісеміз. Қамырды жайып алып, бірнеше бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Кесілген бөліктерді осылай домалақтап, жайып және өріп шығамыз. Шаш өрген секілді өріп шығуымыз қажет. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды сәукеленің алдыңғы бөлігі ретінде бекітеміз.
Дәл манағы тәсілмен кішкене бөлігін жоғарғы жағына да дәл солай өріп шығатын боламыз. Осылай шаш өрген секілді өріп алып, оны да сәукеленің жоғарғы жақ басына бекітеміз. Сәукеле нанымыз дайын болды. Енді осы бетіне жұмыртқаның тек сарысын жағып шығатын боламыз. Және қалауыңызша осылай кунжут сепсеңіз де болады. 200 градуста 45 минут пісіреміз. Міне біздің сәукеле нанымыз дайын болды. Енді ақырындап ішіндегі фольгасын, яғни картон қағазды алып тастаймыз. Біздің сәукеле нанымыз толықтай дайын болды. Өте керемет болып шығады. Мерекелік дастарханға осылай ішіне және бауырсақ салып ұсынатын болсаңыз, өте керемет көрінеді. Бауырсақтың рецептісі менің YouTube каналымда бар. Видеоның астына сілтемесін қалдырып кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Камшат. Егер видео ұнаған болса, лүпіл басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Қош, сау болыңыздар.